Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз исламдағы маңызды тақырыптардың бірі мәһір туралы сөз қозғаймыз. Мәһір деген не? Ол не үшін беріледі? Және қазіргі таңда оны қалай дұрыс түсінеміз? Мәһір ер адамның үйленер кезде қалыңдығына беретін сыйы. Бұл Алла тағаланың бұйрығы. Құранда Ниса сүресінің 4 аятында былай делінген: әйелдерге мәһірлерін ризашылықпен беріңдер. Мәһір ақша, алтын, кітап, тіпті Құран үйрету түрінде де бола алады. Ең бастысы әйелдің риза болуы. Пайғамбарымыз Мұхаммед өз қызы Фатимаға Алла разылығы үшін қарапайым нәрсе темір сақина берген. Бұл бізге тым артық талап қоймауды үйретеді. Ислам діні алғашқы күндерінен бастап әйел затының құқығын қорғап, қоғамдағы мәртебесін көтерді. Ата-ананы қыз балаға жақсы тәрбие беріп, сүйіспеншілікпен өсіруге шақырды. Оларды мәпелеп, еркелетіп өсіруге жігерлендірді. Сол үшін жәннатпен қызықтырды. Мысалы, Әбу Хурайрадан ол кісіге Алла разы болсын жеткен риуаятта Алланың елшісі ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын бұлай деген: үш қызы болып, ол адауға ол адамдыздарына рахым еткен үшін жұмаққа кіргізеді. Сонда сахабалардың бірі: Алланың елшісі, 2 қызы болса да солай бола ма? деп сұрайды. Алланың елшісі: 2 қызы болса да солай деп жауап береді. Тағы бір кісі: 1 қызы болса ше? дейді. Алланың елшісі: ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оған да 1 қызы болса да солай деп жауап береді. Ибн Мәжа, Ахмед осылай жылдар бойына мәпелеп өсірген қызды тұрмысқа беретін кезде келеді. Сол уақытта күйеу болашақ жарына мәһір береді. Мәһір ер адамның қалыңдығына жасайтын сыйлығы. Ол кейбіреулер ойлағандай қалыңдықтың құны немесе ақысы емес. Ер адам мәһірді беріп, қалыңдықты меншігі сияқты сатып алып жатқан жоқ. Керісінше, мәһір дегеніміз ер азаматтың әйел адамға деген мұқтаждығын білдіреді, оның болашақ қалыңдығына шынайы сезімін көрсетеді. Күйеу жігіт қалыңдығына белгілі бір мөлшерде сыйлық жасайды. Кейде махыр мен қалың малды шатастырып жатады. Бірақ бұл екеуі мүлде бөлек. Қалың мал салт дәстүрге қатысты, ал мәһір діннің талабы, нәпсі тек материалдық құндылық емес. Бұл ер мен әйелдің арасындағы құрметтің, жауапкершіліктің белгісі. Кез келген ер жігіт, егер әйелді шын ниетпен алғысы келсе, оның құқығын құрметтеуі керек. Ал қыз баласы өз құқығын біліп, махырдан бас тартпауға тиіс. Ұмытпаңыз, мәһір махаббат емес, міндет. Бірақ шын ниетпен берілсе, ол махаббатты да күшейтеді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Басқа да маңызды тақырыптарды бірге талқылайық.